Баршаңызға сәлем. Бүгін балалық шағымызды еске түсіретін өте дәмді сыр күріш жасайтын боламыз. Ендеше сыр күрішімізді бастайық. Ыдысымызға суымызды құйып, қайнағанша қоямыз. Содан соң тұзымызды салып, бір араластырамыз. Үстіне жуылған күрішімізді салып, араластырып, бетін жартылай піскенге дейін, яғни суы тартылғанша қоямыз. Мінекей біздің күрішіміз қайнап жатыр. Күріштің бетіндегі көбікті алып тастаймыз. Дәл видеода көрсетілгендей етіп алып тастаймыз. Мінекей біздің суымыз тартылды. Суымыз тартылғаннан соң сүтімізді құйып, қайнағанға дейін қоямыз. Сүтімізді құйып болғаннан соң осылай бір араластырып алсаңыздар да болады. Мінекей біздің сүтіміз қайнады. Қайнағаннан соң аздап тартылғанша, яғни сүтіміз аздап тартылғанша кішкене күтетін боламыз. Біздің сүтіміз тартылды. Енді дәміне қарай қалауыңызша шекер салсаңыз болады, яғни қант салсаңыз болады. Біреулер қатты тәттіні жақсы көреді, ал кейбір адамдар қатты тәттіні жақсы көрмейді. Сондықтан әркім өз қалауынша шекер, яғни қант саласыздар. Және де осы сары майымызды салып, ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Мінекей біздің күріштен жасалған кашамыз, яғни сыр күрішіміз дайын болды. Баршаңызға ас болсын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Алдағы уақытта тағы да видео рецепттер шығаратын боламын. Сау болыңыздар.